Аяқ асты қонақтар келеміз дегенде тез ғана жасай салатын, көрінісі дастархан көркін ашатын орама нан рецебімен бөлісемін. Рецеп ұнаса мұқият қарап шығып, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен бір стақан жылы суға жарты ас қасық тұз, бір жұмыртқаны салып ерігенше араластырамыз. Үстінен ұн елеп саламыз. Жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 20 минутқа демалтырамыз. Ішіне салынатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге картоп, жуа, ет қажет болады. Ет салмасаңыздар да дәмді шығады. Салмасы негізі жүсай, сәбіз, асқабақпен жасаса болады. Балапандарым сәбіз жемейтін болғандықтан сәбіз қоспадым. Салмамызға тұз, қара бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Осы жерде айтып кететін жайт, картоп пен жуаны неғұрлым майда турасаңыз, соғұрлым дәмді шығады. Мөлшерлерін видео астында жазып қойдым. Салмамыз дайын, енді демалтыруға қойған қамырымызды алып 4 бірдей бөліктерге бөліп, домалақтап, оқтау көмегімен бірін кетін жайып шығамыз. Жайылған қамырларымызды майлап, үстінен салмамызды салып, рулет тәрізді орап шығамыз. Келесі қамырларымызды да дәл осылай салмасын салып орап шығамыз. Оралған орамаларымызды мантоварка листіне орналастырып, бетіне май жағамыз. Мантоварка листіне де май жағылған болу керек. Барлық қамырларымызды орап, мантоваркаға орналастырып, жоғары отта 35-40 минут пісіріп аламыз. Орама нанымыз дайын болды. Ыдысқа салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен болған Қаламқас ас болсын.